Елес үй деп атап кеткен танымал баспана бар. Қаланың қақ ортасында қаңырап қалған үйде 10 жылдан аса адам тұрмаған екен. Тұрғындар тастанды үй адамның емес, елестердің мекеніне айналған дейді. Өйткені түнде түсініксіз үрейлі дыбыстар шығады екен. Ел елесі бар деп қорқатын баспананың терезелері түгі қалмай сынған есіктерде жоқ. Осы маңның тұрғындары бұл тылсым күштің әсерінен деп үй ішіне кіруге жүрексінеді екен. Үрейлі үйдің қазіргі күйі міне. Үңірейген есік терезелерден іште үлеген азғана желдің дауысы естіледі. Ал қабырғалары қап-қара түтінге боялған. Шынымен көңілге қорқыныш ұялатады екен. Бұл үй осы көшіп келгелі көп нәрсе естідім. Қайта-қайта терезесі сынады деді. Және де таңға таман осы құстар, аппақ құстар, каждый раз терезенің алдында тұрады. Өзімен өзі. Бұл үйде елес бар, анау мынау бар дейді. Оның бәрі енді қайдан? Біз көршіміз, бұл арада ешкімнің үйінде онда елес не жоқ. Ең қызық болып жатыр еді ғой. Ой, сен отылық қала бересің. Сонда да сен бүгін жарадың. Рахмет. Басқа жолмен барайықшы. Неге, не болды? Кеше үлкендер айтып жатқан, мына жерде елес бар деп. Ой, өтірік айта бермеш, жүрші қорқа бермей. Шын айтам, кеше баба айтты. Жүрші. Естідің ба? Дауыс мына ғимараттан шығып жатыр ғой. Солай сияқты. Жүрші, тез кетейікші. Жүрші. Ой, қайда кетті аналар? Кімдер? Кімдер нез? Осы яққа не үшін келгенімізді білмейсің ба? Жоқ, шынымен мен істеп отырмын. Мен жай келе салғам ғой. Салтанатты білесің, өзі шақырады, өзі кешіп келеді. Соғызын сондай жек көрем. Сендер салтанатты күтіп отырсыңдар ма? Онда ол биыл келмейді. Сағат нешеде келеміз деп айтып еді? 2-де. Сағат 2-ден асты ғой, звондар соларға. Қазір. Алло, мен үйде шығып жатырмын, қазір келем. Әпке, мен де барайыншы. Жоқ болмайды, қал үйде. Мамаға айтып қоямын. Айта бер. Мама саған ұрсады. Барса айтса енді. Әпке, өтініш барайыншы. Жарайды, жүр, бірақ тыныш жүр. Ура! Кеттік. Алло, келе жатырым, таксидемін. Қазір 5 минутта боламын. Не болып қалды? Неге тоқтадық? Қазір машина бұзылып қалған сияқты көріп жүрейін. Қарындасым, машина бұзылып қалған сияқты. Сіз баратын жеріңіз алыс емес? Мына ғимаратпен өтіп барсаңыз болады. Мына ескі ғимарат па? Я, осы ескі ғимарат. Егер қорқсаңыз айналып өтіңіз. Баратын жеріңіз алыс емес қой. Жол жақын, жол ақысын төлемейді себебіңіз. Жарайды, сау болыңыз. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Таксиде келе жатыр. Ал Салтанат біз үйінен ерте шықты. Неге олар үнемі кешігетте жүреді? Бір күн ерте шықса болады ғой. Сол ғой, қазір де кешігіп жатыр. Айтпақшы, сен мына видеоны көрдің ба? Қандай? Біздің ескі ғимарат бар емес пе? Соның ішінде елестер бар дейді, қарасай. Естің ба? Біреу бар ма жерде? Біз ана жерде болдық. Ана жерде астында. Опа! Ана жерде ешқай жерде құлап қалған жоқ па? Білмедім. Ол немене? Прикинь, естімейді. Әділ! Мына жерде біреу жүріп келген. Ой, өтіргін барлығы. Шын ғой, бұл гүлдер ішіне кіріпті ғой. Ой, сендерді қоймайсыңдар, өтірік деймін, одан да шайымыз ішейікші.
әке, осы өмірде елестер бар. Оны қайдан көрдің? Маман соткысынан. Қой, елестеген өмірде болмайды. Бар. Сен өз көзбен көрдің ба? Жоқ. Жоқ болса жоқ, сен уақытында батсын, жүріп кет. Кеттік. Қайда кетті аналар? Сағат 3 болды ғой. Әне өздері де келді. Сәлем, қалайсыңдар? Қайда жүрсің? Аяна ғой, мен де барам деп тұрып алған, осыны күтіп қалдым. Өтірік айтпас, мен тез шықтым ғой, сен ғой ұйықтап қалған. Бопты, қоя берш. Дана қайда? Әне өзі де келе жатыр. Сен неке шегетін болғансың ба? Жоқ, жаңа таксиде келе жатқаным ғой, дөңгелегі тесіліп жаяу келдім. Сен есіңде ма? Бағана бір ғимараттың алдынан өтіп бара жатқам, бір түрлі сезім болды. Қорқыныш па, білмеймін. Тиктоктағы хит болып жатқан ғимарат емес па? Иә, сол. Сол ғимарат интернетте хит болып жатыр ғой, ішінде не бар соншамадай? Ой, тағы да бастадыңдар ма? Жай сандырақ қой, хайп болмайтын. Өзіміз барып тексеріп көреміз ба? Оның ішінде бәрі қызық жоқ. Айтпар. Сәлем, қалайсыңдар? Сәлем. Жақсы өздерің? Бізге орындық жоқ па не? Не істеп жүрсіңдер? Қалай не істеп жүрсіңдер? Сендерді кім шақырды? Мыналарды кім шақырды? Келгіміз келдік. Кешегін айтсаңшы? Көше. Нені? Кеше түнде келе жатқанбыз ғой. Ана ескі ғимарат бар емес пе? Иә, соның ішінен бір әйел сөйледі. Кім сөйледі? Бір әйел сөйлейді, жаңа ғимараттың ішінде. Не өтірік айтып отырсыңдар? Өтірік емес шын. Бардыңдар ма? Жоқ, қорқынышты ғой, бармадық. Бұларды айтады десе айта береді. Қойыңдаршы болды, басқа әңгіме айтайықшы. Я, қойыңдаршы, тамақ ішейікші. Білмеймін. Давай паркке барамыз. Тағы да ма? Жаңаға жерге барып көрейік та. Қойш. Жоқ, ол жаққа енді бармайым. Барайық та. Ол жаққа бармағандарың дұрыс. Сіз кімсіз? Ол маңызды емес. Барсақ не болады екен? Сендер түгілі үлкен адамдардың өзі ол жақтан шыға алмаған. Сонда ол жақта елестер шынымен де бар ма? Қалай сонда? Шын ба? Оны ешкім тексермеді ма сонда? Біз сіздің сөзіңізге сенеді деп тұрсыз ба? Егер сенбесіңдер, өздерің біліңдер. Денем тітіркен кетті ғой. Қыздар, мені бүгінгі айтылған ғимарат қызықтырып отыр. Қызғайын дедім ба? Ол ғимарат осыдан 50 жыл бұрын салынған екен. Бірақ білмеймін, белгісіз себептермен жабылып қалыпты. Онда елестер бар ма? Жоқ, онда ештеңе жоқ. Айттың ғой, елестеген өмірде болмайды. Давай ертең тексеріп көрейік. Келсем. Онда ертең сағат 12-де ғимаратта жолығайық. Жолығайық. Ал қоғандары қайда? Келе жатыр, ал салтанатты білмеймін. Телефонды көтермейді. Нем сондай, тағы да кешігіп жатыр. Хабарластым өшірулі. Дананы күтеміз ба? Иә, ана жаққа барайықшы, наяқ қорқынышты. Ақымақ, неге сонша қорқытасың? Жай қалжың ғой. Салтанат, сотканды бере тұршы. Құрметті достар, біз
ескі ғимаратқа келдік. Ішінде елестер бар. Аяна неге түсіріп жатсың? Жай қызық үшін. Ол да бір барам деп қоймай қойды ғой. Айда Милеле қайда? Келе жатқан шығар. Жүр онда кіре берейік. Салтанат, сен қалайша ерте келіп алғансың? Мен ерте келген жоқпын, сендер ғой кешіп келген. Аяна, қолыңдағы не камера? Өзім блогер сезініп жүр ғой. Жай қызық үшін. Онда жақсылап түсір, біз ішке кірейік. Ал кірдік, не істейміз? Білмеймін. Давай ары жаққа барайық. Давай. Соғанша қорқынышты деп жатқан ғимараттары осы ғана ма? Соны айтам, түкте қорқынышты емес. Неге мына жер қызықсыз? Блогерлер түсіргенде вообще басқа сияқты еді ғой. Қыздарынан қараңдаршы, доп жатыр. Алып кеш мұнда, тым болмаса доп ойнап қайтайық. Жүр, кеттік. Ар жақта қыздар волейбол ойнап жатыр. Кеттік. Мен осыларды видео түсіру керекпін. Аслан, Сұлтан, қорқақтар, қараңдар. Біз сендер айтып жатқан ғимаратқа келдік. Яқта қыздар волейбол ойнап жатыр. Өте қызық. Бай. Той, қыздар, доптан да басқа нәрселер бар шығар, жүріңдерші. Енді не істейміз? Қайда барамыз? Қайда? Қай жерде? Жоғарыға көтеруге бола ма не? Кеттік. Аслан, сен Салтанаттың жүрген видеосын көрдің бе? Қандай видео? Ол ақмақтар кеше ғимаратқа барды. Еріккендер, ақыр барған ба? Мына видеоны қарасайшы. Тоқташ. Не болды? Видеоны баяу қылдыршы, жақындашы мына жерге. Мына үлкен әйелге ұқсайды ғой. Бұлар үлкен кісілерді де апарған ба? Ақмақ болмаш. Алыста тұр ғой, анық емес. Сонда бұл тез Салтанаттың хабарлас. Мен ішім бірде сезіп тұр. Өшірулі тұр. Тағы хабарлас. Өшірулі тұр. Жүр кафеге. Мен білем не істеу керек екен. Қыздар, мынаны қараңдар, мына жер жаман өте жүріпті. Не болған мына жерге? Әдейі өрсіп жүрген сияқты. Блогерлер осы жақта видео түсірген. Бізге де түсіруге болады. Мына жақ бұрын кітапхана болған сияқты. Я, солай сияқты. Кет, кітап оқысын ба? Кітапты қайдан көріп тұрсың? Сотканы бере тұр. Достар, güzel. Директі көрген жоқпыз. Қыздар, дала қараңғы болып кеткен сияқты, үйге қайтпаймыз ба? Ешкімді қараңғы. Не істейміз? От жағайық, бар, ешкім келмейді ғой. Вот. Керемет. Я, от жағайық. Қызық болады. Немен жағамыз? Іздейміз. Болды, дайын. Жұрттар айтып жатқан елестер қайда жоқ қой? Оның барлығы өтірік. Жай блогерлерге хайп керек. Мен бір қызық бола ма деп едім. Қазір не қызықсыз болып жатыр ма? Жоқ. Бір қорқынышты бола ма деп ойлағам. Қорқын деп тұр ма? Қорқынышты әңгіме айтып берейін. Сенде? Айтсай?
Менің әкем бір мейірімді елес туралы айтқан. Естідіңдер ма? Нені? Біреу қабырғаны ұрды. Қумаш не кетті? Кітапханадан шығып жатқан шығар. Ой, онда Аслан мен Сұлтан ғой. Мен жаңа оларға видео жіберген, өздерінше құртқысы келіп тұр. Одан да шыға беріңдер, олдар. Тоташы, біреу келе жатыр. Дауыс жақын жерден шығып жатыр. Онда мен кеттім, қарап келейін. Білмеймін. Бәлкім бөже жеп қойған шығар. Лили, шыға ғой, бұл да қорқынышты емес. Естідіңдер ма? Ой, қойшысын да айтпайтын нәрсені айта бермей. Жүріңдер, одан да барып көрейік. Жүр. Өзің бара бер, біз күте тұрамыз. Жүріңдер, жүр. Қойындаршы болдың, не қорқып тұрсыңдар? Көріңдер оғаннан бұны. Ешкім жоқ екен. Ол әңгімесімен қорқыта алмай, осылай қорқытқысы келген шығар. Ал жаңағы белгісіз дыбыстаршы. Оны енді білмедім. Қойындаршы болды. Лили, қайдасың? Бұлай қорқынышты емес. Қараңдар, терезе алдында біреу тұр. Аслан, не істеп жүрміз? Іздеп жүрміз. Нені? Нені емес, кімді? Кімді? Кешегі ағаны. Оны не істейміз? Ол біледі мына не екен. Мен ізденір ма? Біздің достарымыз сіз бармаңыз деген ғимаратқа барды. Енді. Мынаны қараңыз. Солай де. Сен достарың ол жақтан шыға алмайды енді. Неге? Бұл ғимарат Ақымақ, адамды шошыттың ғой. Сен де мені қорқыттың. Не болып кетті? Салтанат қайда? Салтанатты қоя тұр. Ана әйел кім? Елес сияқты. Сендер айттыңдар ғой, елес жоқ деп. Біз солай шығар деп ойладық. Жүр, қаламдарын тауып алайық. Ақымақ, адамды қорқыттың ғой. Не болды сонша қорқып? Мен қорқақпын ба десем? Жүріңдер, аналарды тауып алайықшы. Аяна? Дана, қайда болдың? Білмеймін, жаңағы кім болды? Елес емес па? Адамды қорқытпашы, одан да қорқып отырмын. Салтанат пен Лили қайда? Білмейміз.
Бұл жаққа кетіп қалған жоқ па? Жан жаққа? Оларды тауып шығайықшы бұл жерден. Аяна, сенің камераң қайда? Жанағы жерде? Ол қай жер еді? Білмеймін. Ғимарат кішкентай сияқты еді ғой, адасып кеткен жоқпыз ба? Оларды тауып шығайықшы бұл жерден. Келісем. Бір жылап жатыр. Қорқытпашы дедім ғой, онсыз да қорқып отырмын. Шынымен біреу жылап отқан сияқты. Дана. Лили, тұр, не істеп тұрсың, Лили? Салтанатымен қорқып кеттім. Біз де қорқып кеттік. Мен түрі жаман әйелді көрдім. Біз де көрдік, қорыққанымыздан жан жаққа қашып кеттік. Мені тастамашы, Салтанат. Тастамаймын. Ондағы не қағаздар? Ол жерде бір бәле дұрыс емес. Кеттік қыздарға. Жылап жатқан дауыс тоқтап қалды. Той, бір не болып кетті? Салтанат пен Лили қайда кетті? Тағы да не естідің? Салтанаттың дауысын естіп қалдым. Әне, келе жатыр. Салтанат, тоқта. Жүріңдер барайық. Салтанат, қалайсыңдар? Бізде бәрі жақсы, өздерің қалайсыңдар? Бізде де бәрі жақсы. Лили, сен жаңа қайда болдың? Мен жаңа бір әйелді көріп, қорқып кеттім. Бастысы бәрі жақсы ғой, иә? Иә, бірақ қорыққанымнан жылап отырдым. Бағанағы жылаған сен ба? Иә. Біз оны елесеген деп ойласа? Салтанат, қолындағы не қағаздар? Қыздар мен бірдеңені түсінген сияқтымын. Жүріңдерші бірінші, сыртқа шығайықшы. Бағана ағайын айтқан түк түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Қыздар кеткен ғимарат, ешқандай санатория, аурухана болмаған. Ол жер 50 жыл жындыхана болған. Сол жерде адамдарға тәжірибе жасалынған. Ал жаңағы кісі сол жерде күзетші болған. Содан? Науқастар сол тәжірибеге шыдамай, бірне соң бола қаза бола берген. Ал қайтыс болған адамдардың жандары тыныштық таппай, сол жерде елестері қалып қойған. Мына қаламды не істейміз? Жаңағы кісінің айтуы бойынша, мына қаламды таң атқанша апарып бермесек, біздің достарымыз сонда қалып кетуі мүмкін. Кеш батып кетті ғой, ертең барайық. Жоқ, қазір баруымыз керек. Сонда бұл жерде адамдарға тәжірибе жасаған ба? Иә, қаза болған адамдардың жаны тыныштық болмаған. Оны қоя тұрыңдаршы, мына жерде қалай шығамыз? Иә, шынымен де баспалдақ жоғалып кетті. Салтанат, мен қорқып жатырмын. Көмектесіңдер. Мұнда ешкім жоқ қой. Ой, ертерек қайтайықшы. Мен шатасып кеттім. Мұнда не болып жатыр? Жаңағы әйел тағы да алдыңыздан шықпасын. Қыздар, анан қараңдар. Қабырғада бірдеме деп жазылып тұр. Менің қорықпаңдар. Оны кім жазған? Қағазды бере тұршы. Қыздар, мен тағы да бірдеңе тапқан сияқтымын. Не ол? Біз маңызды заттардың барлығын табуымыз керек. Мысалы, мынау да маңызды затқа жататын шығар. Мына не қажеті бар? Керек емес. Жаңа біз біртүрлі заттарды көргенбіз. Олардың не қатысы бар? Сол заттардың барлығын бір жерге жинап, жаны тыныштық таппаған елестерге қоштасу рәсімін жасауға болады екен. Біз елестерге көмектесуіміз керек. Дұрыс айтады, көмектесуіміз керек. Олар бізді қорқысы келмейді, қарасаңдаршы. Мұнда іздеп табайық. Стрелкамен жүре берейік. Міне мына жер. Мына жақта екі қағаз жатыр. Енді біреу ғана қалды.
Шам ғой. Мына біреуі. О, табылды. Дана, қағазда қандай заттар керек екені жазылған ба? Иә, қағаз, қалам, доп, сурет. Қалғаларын қайдан табамыз? Екіге бөлінейік. Мен Дана бірге іздейміз, ал сендер қалғандарын іздей беріңдер. Жүріңдер, уақыттас таратпай жатып істейік. Танатса не болады? Кафедегі ағаның айтқан сөздері естеріңде ма? Осы жерге кірген адамдар шыға алмай қалған. Иә, жүріңдер, уақыттас таратпай жатып істейік. Енді қайда барамыз? Білмеймін, бірақ бізге тағы да қалам мен және сурет табу керек. Естідің ба? Иә, дауыс ана жақтан шығып жатыр. Жүр, қайда барамыз? Қойшы қорқынышты ғой. Жүрші. Осы жерден ба дұрыс шыққан? Иә. Не болып қотты? Түк түсінбей кеттім ғой. Анан қара, сурет жатыр. Мына сурет емес, портрет қой. Міне жазылған. Енді не қалды? Енді қалам қалды. Кеттік қыздарға барып келейік. Бізге қалам табу керек қой, ә? Неде? Қараңдар, кілт таптым, не таптым? Кілт ол бізге керек па? Керек қой, керек болмаса осы жерде жатам, ала сал керек болады. Кілтті қоя тұрыңыз, әлі бізге сурет табу керек. Сурет салтанаттар тапқан шығар, салтанаттарға барайық, кет. Келдік, не істейміз? Ішке кіреміз. Сен бірінші кір. Не үшін? Сен кір. Сен ғой мен ақ келдің. О, не қатысы бар? Дана, не істеу керек? Сурет тауыпсыңдар ғой. Салтанат, керек заттардың барлығын қайда қою керек? Қыздар аяқта жазылыпты. Егер таң атқанша үлгермесек, осы ғимараттың ішіне мәңгілікке қап қоямыз. Қалайса? Аслан, есіңде ме? Мен саған мектепте перашты алып бердім ғой. О, не қатысы бар? Сол үшін сен бірінші кіресің. Тоқса, ішіне бірден старшылдап жатыр. Жүр, ішке жүр. Қыздар, таң атты. Бізде қалам жоқ. Мәңгілікке қалдық па? Сұлтан, Аслан? Қыздар, сендерді уайымдап кеттік қой. Қыздар, не болып кетті? Заттар жоқ болып кетті. Аслан, сен қолындағы қалам қайда? Қайда? Елестер алып кетті. Біз оны жасадық, біз үлгердік. Қыздар, баспалдақ тұр. Біз жаңа осы баспалдақпен келдік қой. Біз бұл көргенде жоқтығын.
Кейде бәрі оп-оңай жеңіл бола қала. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Кейде бір аяқ асты қырсық келіп шалады, ал кейде көңіл көншіп әнге салады. Құбылмалы өмір ай, құбылмалы ауа рай. Сен жалғыз емессің, сен жалғыз емессің. Түсінетін жаныңды, ұғынатын мұңыңды, талай жақсы жандар бар. Сен жалғыз емессің, сен жалғыз емессің. Бөлісетін сырыңды, бағалайтын шыныңды, талай жақсы жандар бар. Сен жалғыз емессің. Кейде бақ көтер алмай өзінше боп кетесің, өзіңе не өзгеге сенбей өтесің. Құбылмалы өмір ай, шырмаланған көңіл ай. Бірде рахатқа еніп толқисың да балқисың, арқаны кеңге салып шіркін шалқисың. Құбылмалы өмір ай, құбылмалы ауа рай.